16 тамызға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта бар күшімізді салуға тура келеді. Бүгін бәрі өздігінен сәтті бола қоймайды. Мақсатқа жету үшін күш салуыңыз керек болады. Дегенмен бұл үшін ерекше қабілеттер қажет емес, өзіңіз жақсы білетін нәрсені істеу жеткілікті. Бұрыннан таныс адамдар көмек көрсетуге дайын. Ал жуырда ғана танысқандарға сенім артпаған дұрыс. Олар байқаусызда зиян келтіруі немесе ыңғайсыз жағдайға қалдыруы мүмкін. Отбасылық іс-шаралар жақсы өтеді. Бұрын туыстарыңызбен келіспеушіліктер болса да, бүгін оларды шешіп, ортақ тіл табуға мүмкіндік болады. Жоспарланған немесе аяқасты сапарлар үшін де қолайлы күн. Бүгін басталған романтикалық саяхат өте жағымды өтеді. Қаржылық мәселелерді шешуде қиындықтар туындауы мүмкін. Сіз бүгін жеңілтек болуға бейімсіз, ал үнемділік артық етпейді. Сондықтан ақша жұмсамас бұрын ойланыңыз, бұл сізге шынымен керек пе? Торпақ қаржылық мәселелерге алаңдаған немесе өз ісін дамытуға ұмтылған торпақтар үшін бүгін жақсы жаңалықтар күтілуде. Ақшаға қатысты мәселелерді тез шешуге, ықпалды адамдардың қолдауын алуға, немесе жақын арада пайда келетін келісімдерге қол қоюға мүмкіндік туады. Жаңа таныстықтарға дайын болсаңыз, ерекше іс-шараларға барудан бағыз. Түрлі адамдармен араласуға қолайлы күн. Сіз тіпті мүлде ұқсамайтын адамдармен де жақсы тіл табыса аласыз. Романтикалық оқиғалар да басталуы мүмкін. Сауда жасауға қолайлы күн. Көптеген торпақтар бұрын ұнатпаған ерекше заттарды сатып алады. Үйді жайластыру, жиһаз немесе тұрмыстық техника таңдау сияқты істер де сәтті болады. Мұндай шаруалар сізді шаршатпайды, керісінше қуаныш сыйлайды. Жақындарыңызбен бірге дүкен аралау да жағымды болады. Олар пайдалы кеңестер беріп немесе өз нұсқаларын ұсынуы мүмкін. Негіздер қарым-қатынаста күтпеген қиындықтар туындауы мүмкін. Бұрын оңай тіл табысқан адамдар сізді дұрыс түсінбей, болмашы нәрсеге ренжіп қалуы мүмкін. Ірі жанжалдар болмаса да, ұсақ түсініспеушіліктерден бұл сенбі құтыла қоймайды. Дегенмен шын мәнінде шиеленіскен жағдай тек күннің бірінші жартысында болуы мүмкін. Кешке қарай барлығы жеңілдеп, қиындықтар азаяды. Сондықтан маңызды әңгімелерді түске дейін бастамаған жөн. Маңызды әрі күрделі істермен айналысатын егіздер кейбір кедергілерге тап болуы мүмкін. Әдеттегі әдістер нәтиже бермей, жаңаша жол іздеуге тура келеді. Қаржымен де абай болыңыз. Несиеге зат сатып алар алдында оны қайтаруда қиындық туындамайтынына көз жеткізіңіз. Туыстарға көмектесу, үй шаруалары біраз уақытыңызды алады, бірақ бұл сізді шаршатпайды. Сіз сергексіз және күш-қуатыңыз мол. Шаян. Мүмкін еместей көрінгенге қол жеткізгіңіз келе ме? Онда бүгін тырысып көруге тұрарлық күн. Жаңа бастамаларға да, бұрыннан қалған істерді аяқтауға да қолайлы уақыт. Сіз кез келген қиындықты жеңе аласыз, рухыңыз сынбайды, позитивті көңіл күйіңізді жоғалтпайсыз. Сондықтан да адамдар сізге тартылады. Жағымды таныстықтар өміріңізде маңызды рөл атқаратын кездесулер болуы мүмкін. Кейбір шаяндар өкініп жүрген ескі қарым-қатынастарын қалпына келтіре алады. Сауда жасауға, келісімдерге отыруға, қаржылық мәселелерді шешуге де жақсы күн. Соңғы уақытта өз ісін бастауды ойлап жүрген шаяндар нақты жоспарлар құрып, алғашқы қадамдарын жасайды. Мұнда бұрыннан танитын адамдар көмектесуі мүмкін, олардың кеңестері мен ұсыныстары пайдалы болады. Таңертең сәл әлсіздік сезілуі мүмкін, бірақ ол тез өтеді. Бүгін артықшылықтан аулақ болыңыз, түрлі азғыруларға бой алдырмауға тырысыңыз. Арыстан, бүгін тек өзіңіз үшін ғана емес, басқалар үшін де маңызды әрі күрделі іспен айналысуға қолайлы күн. Басқаларға көмектесу, әділеттілікті орнату, қиын жағдайға тап болғандарға қолдау көрсету сізді шабыттандырады. Осындай әрекеттеріңіз айналаңыздағы адамдардың көзқарасын өзгертеді. Бұрын сізді эгоист деп санағандар қателескенін түсінеді.
Жаңа нәрсені байқап көруге де тамаша күн. Эксперименттер өз нәтижесін береді. Жаңа нәрсе үйренуге, пайдалы тәжірибе жинауға, көптен бері мазалаған сұрақтарға жауап табуға мүмкіндік туады. Сіз мұқият боласыз, ештеңені назардан тыс қалдырмайсыз. Бұл тек бүгін ғана емес, алдағы күндерде де қателіктерден сақтайды. Қаржы түсімдері болуы мүмкін. Жоспарларын жүзеге асыру үшін қаражат жетіспей жүрген арыстандар бүгін жағдайды өзгертіп, армандарын шындыққа айналдыра алады. Бикеш апта ішінде аяқтай алмай қалған істеріңізді еске түсіріңіз. Бүгінгі күн дәл сол істерді аяқтауға таптырмас мүмкіндік. Олар қаншалықты іш пыстырарлық, күрделі немесе шаршататын болып көрінсе де, шетке ысыра бермеңіз. Айтпақшы, бәрін өз бетіңізше шешудің қажеті жоқ. Жан-жағыңызда көмектесуге дайын адамдар бар, сондықтан олардың көмегінен бас тартпаңыз. Қаржылық істерде жолыңыз болады. Жақсы табыс табуға немесе болашақта пайда келетін тиімді келісім жасасуға мүмкіндік туады. Бірнеше қызықты ұсыныс қатар келуі де мүмкін, интуицияңыз ең тиімдісін таңдауға көмектеседі. Сапарлар сәтті өтеді, ал шалғайдан келген адамдармен келіссөздер жемісті болады. Қарым-қатынасқа ашық боласыз, сізге ұнаған адам да сізге қызығушылық танытады. Бүгін жаңа достық немесе романтикалық қарым-қатынас басталуы әбден мүмкін, және олар сізге көптеген жағымды эмоция сыйлайды. Таразы, артық сөз айтпаңыз. Бүгінгі күн құпиялармен немесе құнды ақпаратпен бөлісуге мүлде қолайсыз. Сенімді дереккөзден алынған мәліметтерді өзгелерге жария етпеңіз. Өсек аяңнан аулақ болыңыз, өсекшілерге себеп бермей, олардан алыс жүргеніңіз дұрыс. Көптеген таразылар бүгін әдеттегіден ашушаң болады. Әдетте басқаларды татуластырып, жанжалдарды басатын жандар бүгін керісінше өздері қақтығыс тудыруы мүмкін. Бұл айналаңыздағыларды таңғалдыруы ықтимал, кейбіреулер тіпті қатты ренжіп қалуы мүмкін. Әрине, жағдайды түзете аласыз, бірақ бұл уақытты талап етеді. Қаржы түсімдері болуы мүмкін. Олар шағын сомалар болса да дер кезінде келеді. Кейбір таразылар ұзақ іздеген затын тап болып, сәтті сауда жасайды. Бүгін тыныш демалуға, асықпай серуендеуге қолайлы күн. Табиғат аясында болған пайдалы, бұл сізге күш-қуат береді және көңіл күйіңізді жақсартады. Саршаян, бүгінгі күн жақсы өтеді, егер өзіңізге және өзгелерге өмірді қиындатпасаңыз. Қарапайым жолмен де мақсатқа жетуге болатынын ұмытпаңыз, тым күрделі жол іздемеңіз. Сізді бұрыннан жақсы білетін адамдардың кеңесіне құлақ асқаныңыз жөн. Олардың сөздері қателіктерден сақтап, кейін өкініп қалатындай әрекет етуден арашалап қалуы. Жаңа істерге кірісуге болады, бірақ алдымен бұрын бастаған шаруаларды реттеп алған дұрыс, бұл артық әбігермен шатасудан сақтайды. Құжат рәсімдеумен айналысатын немесе мемлекеттік мекемелерге баратын саршаяндар белгілі бір қиындықтарға тап болуы мүмкін. Күтпеген кідірістер мен қосымша шығындар болуы ықтимал. Дегенмен бұл ірі сома бола қоймайды, сондықтан қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Кешкісін туыстармен тілдесу жақсы әсер қалдырады. Саршаяндар достармен жақсы уақыт өткізеді, ал кейбіреулері қызықты жаңа таныстықтарға ие болады. Мерген, бүгінгі күні туындайтын идеяларға назар аударыңыз. Алғашында біреулер оларды күмәнді көрсе де, көп ұзамай олардың сәтті болатыны анықталады. Сынға сабырмен қарауға тырысыңыз. Қазір ол сөздер мағынасыз болып көрінгенімен, кейінірек пайдалы болуы мүмкін. Ақшаға қатысты істерде интуицияңызға сенсеңіз болады, ол ерекше дәл болады. Бұл мүлік мәселелері, заңдық даулар және отбасылық істерге қатысты. Бүгін сіз көпшілікке үлгі боласыз. Бірақ сіздің жолыңызды қайталауға тырысқандар дәл сіздей нәтижеге жете қоймайды. Ескі таныстармен тілдесу үшін де жақсы күн. Бұрынғы достарыңыз қызықты шараға шақыруы немесе керемет ойынмен бөлісуі мүмкін. Бүгін жарысқа қатысатын мергендер жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сүйікті адамыңызбен кішігірім келіспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ ортақ тіл табатыныңызға еш күмән жоқ. Тәуешкі, бүгін сіз тек айналаңыздағылармен жақсы тіл табысып қана қоймай, сонымен қатар кімге сенуге болатынын, ал кімнен аулақ болған жөн екенін бірден аңғарасыз.
Сондықтан бұл күн көмекшілер мен одақтастарды таңдау, бірлескен әрекеттер туралы келісу үшін өте қолайлы. Бүгінгі күні сіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз ерекше айқын көрінеді, бұл басқаларға ұнайды. Сізбен бөлісілген идеялар тіпті скептиктерге де шабыт береді. Бүгінгі кездейсоқ таныстық махаббат хикаясының бастамасы болуы мүмкін. Алайда қарым-қатынас сіз қалағандай жеңіл де, тегіс те болмайды. Адамның жан дүниесін, оның неге ұмтылып жүргенін және сізден не күтетінін түсіну үшін уақыт қажет болады. Сондықтан ең романтикалық сәттердің өзінде де сабырлық танытып, сезімге берілмеу қабілетіңіз сізге үлкен көмек болады. Болашаққа қатысты маңызды шешімдер қабылдауға болады, интуиция сізді бұл жолы алдамайды. Қаржылық мәселелерде де ол тамаша кеңесшіге айналады. Су құйғыш сенбі күні жұмыс істеуге ниетіңіз болса, өзіңізді тоқтатпаңыз. Бұл күн кәсіби тұрғыдан өте сәтті болмақ, жұлдыздар еңбектенуге дайын жандарды қолдайды. Айтпақшы, бәрін жалғыз атқарудың қажеті жоқ, сізге көмекке келуге, кеңес беруге, немесе серік болуға дайын адамдар табылады. Белсенді су құйғыштар үшін табыс көзі пайда болуы мүмкін. Табысты келісімдер жасалуы да ғажап емес. Бұған дейін кәсіпкерлікке бейімі байқалмаған жандар да бүгін ерекше іскерлік қабілетін көрсете алады. Сапарлар үшін де жақсы күн, олар қандай мақсатта болса да. Біріншіден, сіз жақсы әсер аласыз, екіншіден қызықты, сізден мүлде өзгеше адамдармен танысасыз. Бұл жандардың тәжірибесі сізге пайдалы болуы мүмкін. Жеке қарым-қатынас тұрғысынан да күн жаман емес. Алайда бұрынғы махаббат қарым-қатынасыңызды жаңғыртқысы келетін адам пайда болса, асығыс шешім қабылдамаңыз. Оның шынайы ниеті романтикаға мүлде қатысы болмауы да мүмкін. Балықтар, күнді өзгелер шеше алмаған істерден бастаңыз. Шығармашылық көзқарасыңыз бен стандарттан тыс ойлау қабілетіңіз сізге табыс әкеледі. Кейбір балықтарға бұрыннан алған тәжірибесі қажет болады. Соның арқасында олар тығырыққа тіреген мәселенің оңай әрі тиімді шешімін табады. Уақытыңызды хоббиіңізге немесе сізге шабыт сыйлайтын басқа да істерге арнаған жөн, мейлі олар жаңа болсын, мейлі бұрыннан таныс. Позитивті эмоциялар энергия береді, көп нәрсеге басқа көзбен қарауға көмектеседі. Көптеген балықтар өмірінде нені өзгерту қажет екенін түсінеді, және ол өзгерісті қалай жүзеге асыруға болатынын ұғынады. Бұл махаббат қарым-қатынастарына да қатысты. Интуицияңыз қиындықтар мен келіспеушіліктерді қалай артта қалдыруға болатынын сыбырлайды. Бүгін оқуды бастауға жақсы күн, жаңа ақпаратты тез меңгересіз. Бірақ тым асығып кетпеңіз, ол қызығушылықты тез жоғалтуыңызға себеп болады. Біртіндеп әрекет етіңіз, демалып достарыңызбен сөйлесуге, серуендеуге және басқа жағымды істерге де уақыт қалдырыңыз.